республикамыздың жаңа конституциясының заңды күшіне енуімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Енді бұл конституциямыз жөнінде жаңағы орталық мемлекеттік органдар үкімет отырысында жан-жақты айтып түсіндірді. Қосайын дегенім, осы ата заңымыздың басты мақсаты ол еліміздің егемендігін, тәуелсіздігін, жеріміздің тұтастығын сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігі мен қоғамдық әділеттілікті орнату. Сондай-ақ өзіңіз білдіңіздер, білім, ғылым, инновация, мәдениет, қоршаған ортаны қорғау салаларын дамытуға негіз болады. Ата заңымыз енді мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өтті. Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін қағидаты осы елімізде жүзеге асырылып жатқан реформаларымыздың басты өзегі болмақ.